Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, өте дәмді болып шығатын творожный запеканканың рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, рецепті сақтап алсаңыздар болады. Ең алдымен бізге творог қажет, яғни сүзбе. Менде домашний творог. Оның үстіне 3 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамның көлемі үлкен болғандықтан мен 3 данасын қолдандым. Егер кішкентай болып жатса, 4 данасын қолдануға кеңес беремін. Дәміне қарай аз ғана тұз саламыз, көп салудың қажеті жоқ. Оның үстіне шекер саламыз. Менде 3,5 ас қасық шекер. Егер тәттіні қатты жақсы көрмесеңіздер, 3 қасық салсаңыздар жеткілікті. Оның үстіне маная каша саламыз, мани каша яғни. Және де 3 ас қасық қаймағымызды саламыз. Менде дүкеннің қаймағы 20%. Үйдің қаймағы болса да жарай береді. Жақсылап блендермен осылай бір келікті масса болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай қою масса шықты. Ендігі кезекте арнайы формамызға саламыз. Мен форманың сыртын осындай фольга қағазымен орап алдым. Ішін жақсылап майлап алуды ұмытпаңыздар. Жаңағы сұйық массамыздың барлығын құйып, қызып тұрған печкеде 180 градуста 50 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің творожный запеканкамыз қызармағанша печкенің аузын ашпауға кеңес беремін. Сүйікті менің көрермендерім, егер осы рецепттерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер, және де осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде дайын болды. Формадан әбден суығаннан соң ғана шығарамыз. Ыстық күйінде шығаруға болмайды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, сондай нәзік және де өте дәмді болып шықты. Дәмі кәдімгі испанский чизкектен ешқандай кем емес, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет достар.